Армысыздар құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода сіз миллиардтаған, тіпті триллиондаған доллар капитал бар компаниялар жайлы білетін боласыз. Тізімдегі компаниялардың көбі сізге таныс болу керек. Және сіздер де осы компаниялардың не олардың өндірістерін қолданатынына сенімдімін. Ал ендеше бастайық. Tencent компаниясы 455 миллиард доллар. Tencent ойын индустриясындағы ең ірі компаниялардың бірі. 1998 жылы негізі қаланған Қытайдың бұл инвестициялық холдингі бүгінде ең құнды компаниялардың рейтингінде 10-шы орында тұр. Оның көптеген қызметтеріне әлеуметтік желілер, мобильді ойындар, музыка, веб-порталдар, төлем жүйелері, электрондық коммерция, интернет қызметтері, смартфондар және өз санаттары бойынша әлемдегі ең үлкен және ең табысты онлайн мультипликациялық ойындар кіреді. Бұл өзіміздің Каспи компаниямызға ұқсас. Компания тіркелген пайдаланушылар саны бойынша Қытайдағы ең үлкен және әлемде Facebook пен YouTube-тен кейін Qzone әлеуметтік желісіндегі 3-ші орынды иеленеді. Негізінен бұл таңғаларлық емес. Себебі әлем бойынша 1,4 миллиард қытайлықтар бар. Популяция жағынан әлем бойынша бірінші тұрғандықтан олар еш күмәнсіз пайдаланушылар арасында топқа кіріп тұрады. Visa 456 миллиард доллар. Visa 1958 жылы құрылған және қаржы институттары арасында төлем операциялары мен банктік аударымдармен айналысатын халықаралық компания. Visa шығарылған карталар мен транзакциялар бойынша әлемдегі екінші ең үлкен төлем жүйесі. Visa карталарын 200-ден астам елде төлеуге болады. Visa карталары бойынша айналымның жалпы көлемі 8,3 триллион ақш долларын құрайды. 2018 жылғы 31 желтоқсандағы көрсеткіш бойынша әлемде 3,4 миллиардтан астам Visa карталары бар. Олар 53,9 миллионнан астам саудагерлерде төлемге қабылданған. Meta 534 миллиард доллар. Facebook'ты Марк Цукерберг 2004 жылы ақпанда жасаған. Бүгінде Facebook әлеуметтік желісіне күн сайын 2 миллиардтан астам адам кіреді. Нарықтық құны 445 миллиард доллар болатын бір интернет жоба үшін бұл жай ғана танымалдық пен сұраныстың астрономиялық көрсеткіші. Компания табысының барлығын дерлік өз қызметтері бойынша жарнамалық орындарды сатудан алады. Бүгінгі таңда Facebook жарнама арқылы жылына 22 миллиард доллардан астам таза табыс табады. Сонымен қатар, Facebook бұл тізімнің ішінде табыстылық бойынша көш бастап тұр. Өткен компания тек өткен жылдың өзінде таза кірісін 54%-ға арттырды. Бұл Facebook, Instagram, WhatsApp және Oculus'тың бас ұйымы. 2012 жылдың сәуір айында Instagram фотолармен бөлісетін әлеуметтік желі 1 миллиард долларға сатып алынды. 2014 жылдың 19 ақпанында Meta WhatsApp'ты 19 миллиард долларға сатып алғанын хабарлады. 28 қазан 2021 жылы Facebook атын Meta Platforms деп өзгертті. Meta'ның бастығы Марк Цукерберг Forbes журналы бойынша әлемдегі ең бай адамдардың ішінде 16-шы орында тұр. Tesla 602 миллиард доллар. Tesla электр көліктерін шығаратын әлемдегі ең ірі өндіруші. Ол сонымен қатар күн батареялар мен батареяларды шығарады. Қазіргі уақытта компанияда седан, кроссовер, родстер және тіпті жүк тасымалдауға арналған үлкен тракторды қоса алғанда электр көліктерінің бірнеше моделі бар. Tesla компаниясын 2003 жылы Мартин Эберхард пен Марк Тарпеннинг құрды. Тек 2004 жылы ғана Илон Маск компанияның негізгі инвесторы және директорлар кеңесінің төрағасы болды. Маск стартаптың негізін салушы болмаса да, оның арқасында компания осындай биіктіктерге қол жеткізіп, әлемдік атақ-даңққа ие болды. Tesla Model 3 седаны 800 мың маркасын сатып, тарихтағы ең көп сатылатын электромобиль болды. 2023 жылы Tesla тарихта алғаш рет әлемдегі ең бағалы автомобиль брендтерінің рейтингінде бірінші орынға ие болды. Компания американдық инженер
электротехника саласындағы өнертапқыш Никола Тесла есімімен аталды. Илон Маск компания негізгі инвесторы, Forbes бойынша әлемнің ең бай адамдарының ішінде екінші орында тұр. Berkshire Hathaway 659 миллиард доллар. Өнеркәсібі сақтандыру, қаржы, теміржол, коммуналдық шаруашылық, азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар. Компания өзінің тұрақты иесі, американдық инвесторы және кәсіпкер Уоррен Баффетпен танымал. Бұл компанияның бір акциясының құны 453 миллион долларды құрайды. Бұл оны әлемдегі ең қымбат акцияға айналдырады. 2015 жылы акционерлердің жылдық жиналысына қатысушылардың саны 40 мың адамнан асты. Осы себепті компания акционерлерінің жиналысы капиталистерге арналған Woodstock деген ойнақы лақап атқа ие болды. Amazon 1 триллион 6 миллиард доллар. 2019 жылдың 7 қаңтарында Amazon алғаш рет Microsoft'ты басып озып, әлемдегі ең құнды компания атанды. Қазір ол 5 орында тұр. Amazon интернет арқылы әртүрлі тауарларды сататын және жеткізетін американдық бөлшек сауда компаниясы. Amazon көмегімен интернет пайдаланушылар, жеткізушілер және өндірушілер компанияның веб-сайтын онлайн платформа ретінде пайдалана отырып, кез келген тауарларды өздері сата алады. Кәсіпорынның негізгі бағыты әртүрлі тауарларды өз бетінше сату. Тауардың жоғары сапасы, төмен баға, жедел жеткізу және әртүрлі өнімдердің кең ассортименті арқасында қызметтің танымалдылығы артты. Компанияны 1994 жылы Джефф Безос құрған. Жалпы есеп бойынша қазір компанияда 1 миллионға жуық қызметкер жұмыс істейді. Корпорацияның активтері 462 миллиард доллардан асады, ал жылдық айналымы шамамен 514 миллиард долларды құрайды. Компанияны құрған танымал Джефф Безос Forbes журналында әлемдегі ең бай адамдардың ішінде 3-ші орында тұр. Alphabet 1 триллион 354 миллиард доллар. Google компаниясының Alphabetке қайта құрылуы 2015 жылдың 10 тамызында ресми түрде жарияланып, 2015 жылдың 2 қазанында аяқталды. Барлық Google акциялары Alphabet акцияларына түрлендірілді. Өткен компания бір Google іздеу жүйесінен әлдеқашан асып түсті. Сонымен қатар, көптеген басқа компанияларға иелік етті. Интернет холдингтің басшылары 1998 жылдан бері осы мега компанияны бірлесіп құрған Сергей Брин мен Ларри Пейдж болып табылады. Google компаниясының штаб-пәтері Калифорнияда орналасқан және холдинг құрамына AdWords, Android, YouTube және тағы басқа сияқты 30-дан астам танымал қызметтер мен еншілес компаниялар кіреді. Saudi Aramco 1 триллион 782 миллиард доллар. Saudi Aramco мұнай өндіру және қорлары бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі болып саналады. Saudi Aramco, Saudi Arabian Oil Company өзін 2019 жыл ғана жариялап, 2018 жылдың қаржылық есебін ресми түрде жариялады. Тадауул қор биржасында листингтен кейін бірден оның құны шамамен 1,9 триллион долларға жетіп, оны нарықтық құны бойынша әлемдегі ең ірі компанияға айналдырды. Оның акциялар шығарылымы бойынша барлық күтулерден асып түсті. Оның IPO-сы тарихтағы ең табысты болып саналады. Бүгінде Saudi Aramco толығымен Сауд Арабиясы мемлекетіне тиесілі және штаб-пәтері Дахран қаласында орналасқан. Microsoft 2 триллион 89 миллиард доллар. Әлемдегі ең бай екінші компания Microsoft. Әлемге әйгілі корпорацияны 1975 жылы бүгінде әлемдегі ең бай адамдардың бірі Билл Гейтс құрған. Сол кезде Microsoft корпорациясы үйдегі компьютерлерге арналған пакеттік бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсынған алғашқы әзірлеуші болды. Бұл компьютерді басқаруды қолданушыға ыңғайлы және интуитивті етеді. Windows операциялық жүйесі нағыз серпіліс болды. Өйткені ол қарапайым пайдаланушыларға ДК-ны меңгеруді жеңілдетті.
Бұл компанияға керемет табыс пен үлкен пайда әкелді. Бүгінгі күні Microsoft сонымен қатар Windows операциялық жүйелерінің келесі буынын құжаттармен жұмыс істеуге арналған қолданбалы қосымшаларды Microsoft Office және басқа да бірқатар бағдарламаларды шығаратын компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету нарығында көшбасшылардың бірі болып табылады. Сонымен қатар Microsoft өзінің мобильді құрылғылар мен аксессуарларын, бейне, аудио және кеңсе жабдықтарын шығарады. Apple 2 триллион 535 миллиард доллар. 2022 жылдың қаңтарында Apple компаниясының нарықтық капиталы 2,535 триллион доллар шегінен өтті. Және бүгінде компания әлемдегі ең құнды компания ретінде бірінші орында тұр. Бүгінгі таңда компанияның логотипін көптеген адамдар мойындайтыны сөзсіз. Өйткені Apple корпорациясы нарықтық құны 2535 миллиард долларды құрайтын ең табысты компаниялардың біріне айналды. Өйткені Apple корпорациясы нарықтық құны 2535 миллиард долларды құрайтын ең табысты компаниялардың біріне айналды. Компанияны 1976 жылы 1 сәуірде Стив Возняк, Рональд Уэйн және Стив Джобс құрған. Бастапқыда үштік үйдегі компьютерлерді құрастырумен және дербес компьютерлік үлгілерді шығарумен айналысты. Бірақ ең үлкен жетістік компанияның соңғы жылдарында Apple өзінің мобильді өнім желілерін әлемге iPhone смартфондары мен iPad планшеттерін ұсынған кезде келді. Бүгінгі күні компания өнімдердің ассортименті өте көп. Смарт сағаттар, компьютерлер, ноутбуктер, планшеттер, смартфондар және тағы басқалары. Бірақ алман гаджеттердің танымалдылығының бас ерекшелігі жоғары сапалы, стильді дизайн және Стив Джобстың ең ақылды маркетингтік бағдарламасы болды. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, видеоға пікір қалдырып кетіңіз.